Жүгері мен бидайымызды жақсылап жуып тазалап алып, осылай қазанға су құйып 3-4 сағат қайнатамыз піскенге дейін. Бидай мен жүгеріміз пісіп шықты. Бұны осылай суынан сүзіп аламыз. Енді біраз су керек. Суылғаннан кейін барып тұзын салып, сосын айранын құйып дайындайтын боламыз. Біздің жүгеріміз суыды. Енді оның үстінен дәміне қарай тұз саламыз. Сау бол. Сосын үстінен айранымызды құямыз. Айранымызды құямыз. Қолдың айраны күшті. Үстінен жаңағы бақлашкамыздың ішіндегі айранның үстіне су құяп, өстіп су құйып шығамыз. Тек айранның өзі болмайды, үстінен су құю керек. Жақсылап қозғап шығамыз. Қазір қоюлау болып тұр. Үстінен тағы да айран, сосын азырақ суымызды құйып, сұйықтау қыламыз. Біздің көжеміз дайын болды. Енді банкіге или басқа ыдысқа салып, холодильникке қоямыз. Мұздай қылып ішеміз. Жаздың ең керемет дәмі, керемет сусыны, мұздай жүгері, бидай араласқан көже дайындаймыз.